Барлықтарыңызға сәлем, видео рецептер арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен өзім үнемі үй жағдайында жасайтын пицца рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қазіргі таңда балалардың сүйіп жейтін астарынан бірі, сондықтан да пиццаны үй жағдайында жиі дайындап тұратын боламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Сіздердің де сүйікті рецептеріңіздің біріне айналуына сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға бір шай қасық дрожжамыз, үстінен қант және де міндетті түрде жылы су құйып араластырып 5 минутқа көтерілуге алып қоятын боламыз. Және де басқа бір ыдысымызға өлшеніп алған ұнымызды салып, үстінен міндетті түрде жылы су құйыңыздар, салқын су болмайды. Жылы су құйып, үстінен бір ас қасықты майонез немесе сметана, айран салсаңыздар да болады, өздерінің қалауларыңызға байланысты. Және де бір шай қасықты тұз, үстінен зәйтүн майы немесе күнделікті тамаққа пайдаланатын май құйсаңыздар да болады. Және де үстінен көтерілген дрожжамызды салып, араластырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей осылай жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін үстіне аздап май құйып, барлық жеріне теңдей етіп жағып, үстін жауып 15-20 минутқа ашытуға қоятын боламыз. Енді кезек бізде осылай пиццаның соусын дайындайтын боламыз өзіміз үй жағдайында. Осылай 2 помидор қажет болады. Үстін осылай пышақтың көмегімен кесіп аласыздар және де үстіне қайнап тұрған міндетті түрде ыстық су құйыңыздар. Сол кезде сырты жақсы ашылатын болады. Осылай помидорды кесіп алғаннан кейін ыдысымызға салып, үстінен қайнап тұрған суды осы помидорларды көмгенге дейін құясыздар және де 15-20 минутқа алып қоясыздар. Арадан осылай біршама уақыт өткеннен кейін үстіндегі помидордың сыртқы қабығын ашып аламыз және де турап блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Егер де сіздерде блендер жоқ болатын болса, терканың көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Тамамызды аздап қыздырып аламыз және де үстіне май құйып, жаңағы дайындап алған помидорымызды үстінен құямыз, араластырып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін үстіне қызыл тәтті бұрышымызды салып, және де үстінен жарты шай қасықта тұз салып, араластырып, шамамен 10-15 минут қайнатамыз. Сол кезде біздің соустың түсі әдемі болып шығады. Міндетті түрде қайнатып алыңыздар. Мінекей осы кішкене қойласқаннан кейін үстіне бір сарымсақты теркадан өткізіп салып жібересіздер. Араластырып, тағы да 2-3 минут қайнатып берсеңіздер болады. Біздің соус дайын болды. Енді жаңағы ашып шыққан қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз және де 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін зуала қылып, үстін жауып, тағы да 2-3 минут тындырамыз. Мінекей осылай қамырлар тынғаннан кейін қамырды оқтауын көмегімен немесе қолын көмегімен жайып аласыздар. Мен мұнда оқтауын көмегімен жайып алдым. Сол кезде біркелкі әдемі болып шығады. Осылай оқтауын көмегімен жайып аласыздар. Қамырды қатты жұқады, қатты қалыңдақ қылып жібермеңіздер. Қатты жұқа етіп жіберетін болсаңыздар, пиццалар қатты болып қалады. Сондықтан нормада ұстағандарыңыз дұрыс қамырдың қалыңдығын. Осылай жайып алғаннан кейін соусты 2-ге бөліп алдым, яғни 2 пицца жасайын деп жатқан болғандықтан 2-ге бөліп алып, жарты бөлігін осылай бірінші қамырға жағып шығасыздар.
ар жағына теңдей етіп жағып шыққаннан кейін үстіне колбасаны жұқа етіп турап алдым, және де үкіштен өткізілген сырды осылай ең төменгі бөлігіне салып шығасыздар. Үстіне колбасаларды осылай теріп шығасыздар. Және де мен мұнда оливки пайдаландым. Оливкиді де жұқа етіп турап алдым. Оны да үстіне қойып шығасыздар. Осылай барлық жарына қойып шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште пісіріп аласыздар. Келесі қамырды да осылай жайып аламыз. Қалған соусты жағып шығамыз барлық жарына теңдей етіп. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай ішіндегі салмаларын сала беруіңізге болады. Ең бастысы қамырды осы рецептпен жасап қараңыздар. Өте жұмсақ болып шығады. Екінші пиццаны да дәл солай 180 градуста шамамен 15 минуттай пісіріп аласыздар. Қатты қызартып жібермеңіздер. Қамыр қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан 15-20 минут жеткілікті болады. Екіншісі де осылай мінекей барлық жеріне колбасаларды салып шығамыз. Үстінен мен мұнда кукуруз пайдаландым. Онда салып 180 градустағы духовкада пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пиццалар дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап қараңыздар, және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.